Сәкен Сейфуллин қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург, білікті ұстаз, мемлекеттік қайраткері, Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Қазақ КСР-ның халық комиссарлары кеңесінің алғашқы төрағасы болған. Сәкеннің әкесі Сейфолла саятшы, сал-сері, әнші, күйші болған. Ал анасы Жамал оған ел аузындағы батырлар жырын, даналық сөздерді, қызықты әңгіме мен ертегілерді үнемі айтып құлағына құйып отырған. Және ақынға мәңгілік серік болған жар Гүлбахрам Батырбекқызы. Сәкен Сейфуллин 1908-1913 жылдары Ақмоладағы Нілді орыс мектебінде, кейін қалалық училищеде білім алған. 1914 жылы Қазан қаласында өткен күндер атты тұңғыш өлеңдер жинағын бастырды. Омбыда қазақ жастарының бірлік қауымы басшыларының бірі болды. 1917 жылы Бұғылыда мектеп ашып, орыс тілінен сабақ берді. 1917 жылы 9 наурызда Асығып тез аттандық атты өлеңін жазды. Кешікпей Ақмола қаласына ауысып, Жас қазақ ұйымын ашты, Тіршілік газетін шығарысты. 3 айлық педкурста оқытушы болды. 1918 жылғы сәуірде Жас қазақ Марсельязасын жазып, 1 мамырда Бақыт жолында атты пьесасының премьерасын көрсетті. 1918 жылғы 4 маусымда Ақтардың көтерілісі болып, Ақмола совдепшілері тұтқындалды. Атаманның азап вагонында 47 күн ажалмен арпалысып, 1919 жылғы 3 сәуірде Колчактың Омбыдағы түрмесінен қашып шықты. 1920 жылы 7 мамырда Ақмолаға қайтып оралып, атқару комитеті төрағасының орынбасары және әкімшілік бөлімінің меңгерушісі болады. 1920 жылғы 4 қазанда Қазақ Кеңес Автономиялық Республикасын жариялаған кеңестердің 1 құрылтай съезіне делегат болып қатысып, орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланды. Жер-су комиссиясының жұмысына және баспасөз ісіне басшылық етті. 1922 жылы Еңбекші қазақ газетінің редакторы, халық ағарту комиссарының орынбасары болды. Қазақ АССР кеңесінің 3 съезінде халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болып сайланды. 1925 жылы 7 сәуірде халық ағарту комиссариаты жанындағы ғылым орталығының төрағасы, 12 маусымда Қазақстан пролетар жазушылары ассоциациясының басшысы болып тағайындалды. 1926 жылы өлкелік комитетінің партия тарихы бөлімінің меңгерушісі, 1927 жылы Қызылордадағы халық ағарту институтының, Ташкенттегі қазақ педагогикалық институтының директоры болып жұмыс істеді. Алматы, Астана сияқты көптеген қалалар мен елді мекендерге, театрлар мен мектептерге, кітапханалар мен көшелерге Сәкен Сейфуллиннің аты берілген.